Сәлем достар. Бүгін трюфельді пирог дайындаймыз. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді араластырып аламыз, яғни ұн, какао, қант және разрыхитель қосып, барлығын араластырамыз да үстіне жаңағы жұмсақ май қосып песочный тесто дайындаймыз. Енді барлығын жаңағы май мен ұнды бір-біріне араластырамыз. Біздерде міне осындай песочный тесто дайын болды. Қамырымызды біріктіру үшін бір дана жұмыртқа салып, тестімізді дайындап аламыз. Кейін холодильникке жарты сағатқа демалдыруға жібереміз. Енді қыздар, қайнатпалы крем дайындаймыз. Ол үшін кукурузный крахмал, какао, қант және де ұн қосып араластырамыз венчикпен. 2 дана сары уыз қосамыз. Барлығын араластырып болғаннан кейін ең соңында сүт қосасыздар. Сүт қосып тағы бір араластырып аламыз. Өте жай отқа қайнатпалы кремімізді қойып, үздіксіз венчиктің көмегімен араластырамыз. Біздің креміміз манка сияқты болады шамамен. Міне осылай қоюланып дайын болды. Енді аздап суытамыз. Қайнатпалы креміміз дайын. Енді салмасын дайындаймыз. Ол үшін творог, грецкий орехті және де жаңағы қайнатпалы кремімізді қосып, барлығын блендермен біріктіреміз. Біздерде мына творогтарыңыздың міндетті түрде суын сығып, жаңа құп-құрақ болу керек творогтарыңыз. Енді осының барлығын еземіз біркелкетіп. Міне менің салмам дайын, қайнатпалы крем дайын. Холодильниктегі қамырымды алып 30-40 формаға жайғастырдым. Бірінші осылай салмасын салып аламыз. Жан-жағын түгелдей жеткізіп тегістейміз шпательдің көмегімен. Алдын ала қызып тұрған пеште 180 градуста 35 минуттай пісіріп аламыз. Өздеріңіздің пештерінің градусына қарай. Сізге қажетті ингредиентті төменде описанияға жазып көрсеттім. Сіздер де менімен бірге дайындап көріңіздер. Каналыма тіркеліп, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Пирогымыз дайын болғаннан кейін аздап суытамыз және үстіне вареный сгущенканы өз қалауыңызша жағып, грецкий орех болсын, басқа миндальный лепестки болсын, түрлі жаңағы өз қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Менімен бірге дайындап көріңіздер, астарыңыз дәмді болсын.